Қазанғап бір сапарында Бүркітбай деген байдың аулында болады. Жұтта 3000 жылқысын Құланды түбегіне айдап апарып аман шығарған Бүркітбай Қазанғап келгенде керегеге сүйеніп, дамбар қырқасынан Қандыбұлаққа қарай өрген жылқыларына қарап отыр екен. Осы кезде бөгелек қаққан торы ат үйір жылқыны бастап жорғалап барып суға құлайды. Мұны көрген Қазанғап домбырасының құлақ бұрауын келтіріп, Бүркітбайдың қасына келіп күй тарта бастайды. Сонда Бүркітбай: «Қазанғап қарағым-ай, бұл менің торы жорғамның күйі ғой» деген екен. Бұл күйдің тарихын бізге жеткізген Бақыт